Bybit биржасына қалай тіркелеміз және қалай дұрыс тіркелеміз, сол жолды көрсететін боламыз. Сондықтан да видеоны мұқият қарап, сосын бәрі бірге бір жасаңыздар. Түсінікті ғой? Қараңыздар, сіздерде Bybit биржасы болу керек, яғни приложениесі болу керек. Оны жүктеп алу үшін Play Market немесе App Store-ға кіресіздер. Менде App Store, міне кіремін. Одан кейін осы жерге поискқа жаза саласыздар. Мысалға Bybit, Bybit деп жаздыңыздар. Одан кейін дәл осындай приложениесі шығады, осылай көрініп тұрады. Оны сіздер көшіріп аласыздар, әрине. Мен уже көшіріп алып қойғам, Енді көшіріп болғаннан кейін осындай сіздерде Bybit приложениесі көрініп тұрады. Міне Bybit деп жазып Енді осының үстінен басып кіресіз. Кіргеннен кейін осындай бет сізде ашық тұрады. Кірген кезде, сол кезде регистрация вход деп жазылып тұр, осының үстінен басасыз. Басқаннан кейін жоғары жағына регистрация деген басасыз. Енді осы жерден бастап мұқият қараңыздар, хорошо? Бұл жерде Bybit болғанмен, ары қарай тіркеліп атқан кезде 2-3 түрлі Bybitқа бөлініп кете алады. Сондықтан бізге қандай Bybitқа тіркелу керек, соны анықтап алайық, Енді ары қарай создать аккаунт деп баса береміз. Интерфейстер өзгере беруі мүмкін, разница жоқ, яғни кнопкалар, создать аккаунт, регистрация аккаунт деген сияқты. Разница жоқ. Біз соны тауып алып, не істейміз? Басамыз. Создать аккаунт. Одан кейін осы жерде міне жақсылап қарап алатын нәрсе Bybit Global деп жазып тұр, Біз осыған тіркелуіміз керек, яғни Bybit Global деп осылай тұру керек. Түсінікті ғой? Үстін басатын болсақ, астында Bybit Қазақстан, Bybit Georgia деп тұр. Осы астында жазылып, Біз ол екеуін не істемейміз? Таңдамаймыз. Біз ол екеуін мүлдем қолданбаймыз. Тек қана бізде Bybit Global болып таңдалып тұру керек. Егер сіздерде осының орнына Bybit Қазақстан немесе басқа тұрса, онда міндетті түрде Bybit Global деп таңдап аласыздар. Түсінікті ғой? Соны таңдап алсаңыздар, ары қарай кете береміз. Енді бұл жерде де жаңа интерфейс дейміз, яғни кнопкалар ауысуы мүмкін, жоғарысында көрінуі мүмкін немесе астында көрінуі мүмкін деген сияқты. Ең бастысы осылай таңдайтын кезде Bybit Globalға тіркеліп атқандарыңызды көз жеткізіп алыңыздар. Түсінікті ғой? Бұл Bybit Globalда біз не істейміз? Жұмыс жасайды екенбіз. Далее деп басамыз. Басқаннан кейін біз бірінші осы жерге почта жазамыз. Поштамызды, яғни біз алдын ала ашып қойғамыз, почта, немесе бұрыннан өзіміздің поштамыз бар. Сол поштаны не істейміз? Осы жаққа алып келеміз. Осы жаққа алып келіп жазамыз. Мен вставить ете салайын. Все, мен поштамды жаздым. Енді қараңыздар. Енді астында реферальный код деп тұр, осыны басасыздар. Басқаннан кейін осы жерге жазасыздар. 121 718 деп жазасыз. Осы кезде қарасаңыздар, төбесінде крипто плюс деп тұр, яғни. Және де мына наград деген үстін басатын болсақ, сіздерге міне айтып тұр, получите до $30,000 дейін деп тұр. Яғни $30,000 дейін не істеуге болады? Сыйлық алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Яғни біздің рефералкаға тіркелу арқылы $30,000 дейін сыйлық алуға мүмкін, $100 болуы мүмкін, мүмкін $50, мүмкін $1000 болуы мүмкін. Енді әркімде әртүрлі сондай сыйақы алу мүмкіндіктеріңіз бар да, біздің рефералка арқылы тіркеліп. Сондықтан да біздің рефералканы жазыңыздар. Енді қараңыздар, біз поштаны жаздық, рефералканы жаздық, ары қарай регистрация дегенді басамыз. Все, регистрация дегенді бастық. Осылай шығады, сол кезде бұны жылжытып, мұны жүрекшеге келтіріп қоямыз. Немесе 4-5 шығуы мүмкін, әркімде әртүрлі. Осылай точно келтірсеңіз, осылай өткізіп жібереді сізді. Енді ары қарай сіздерге поштаға SMS келеді, поштаны барып қарайсыздар. Осы SMS-ті 1 минут ішінде не істеу керек? Сіздерге қою керек екен. Енді мен поштаға барамын. Поштаға барып кішкене былай жоғарыға тартып, кішкене обновить ету керек, міне. Мынау ұстап тұрып, бүйтіп жоғары қарай тартамыз, сол кезде обновление болады. Сол кезде Bybit деп шығып тұрады өзі. Көбісі кейде обновление жасамайды, сондықтан шықпай қалады да. Осы жерде міне код тұр, 702 853 деп мен скопировать етіп алсайын, немесе осыны жаттап алып жазсаңыздар жеткілікті. Осылай қойып шығасыздар. Болды. Енді осы жерге пароль қоясыздар. Парольді ұмытып қалмайтындай бір күштілеп қойып алыңыздар. Түсінікті ғой? Мен қазір айтып өтем. Қандай пароль қою керек? Мына жерге мысалы просто так бүйтіп жазып тастасаңыздар, ол қабылдамайды. Сіз оның орнына не істейсіз? Мысалы мына жердің көзін көрсетіп қояйын. Ашып. Так.
мысалы бір үлкен әріп обязательно болу керек, және де ол латын әрпінде болу керек, қалғандары кішкентай әріптен болу керек, 8 символдан көп болу керек. Мысалға мен осы жердегі әріптерді рет-ретімен басып шығамын мысалға. Вот, қарасаңыздар, міне 8 символға барған кезде не істеді? Галочка жанды, дұрыс па? Енді менде как минимум одна цифр дейді. Мысалы, менде мысалы бір 97 деген сияқты, жылыңыз сияқты сан болу керек та. Қандай? Бір сан болса да жетеді, екі сан болса да. Жылыңызды жазып қойсаңыз болады. Үлкен әріппен өзіңіздің атыңызды және де қасына жылыңызды жазсаңыз болады. Мына жерде мысалға егер атыңыз 8 әріптен тұрмайтын болса, мына жерге сан жазсаңыз да бола береді деген, жалпы общий санмен қосқанда 8 әріп болу керек. Түсінікті ғой? Вот. Міне мысалға 97 дей салайын. Көрдіңіз ғой? Общий 8 әріп болу керек. Әріп и және сан общий қосқанда 8 болу керек. Осылай парольді қоясыздар өздеріңізге жаттандырып, иә. Ары қарай не істейсіздер? Ары қарай регистрация дегенді басасыздар. Енді регистрация біз аккаунтқа тіркелдік. Енді біз осы аккаунтқа өзіміздің данныйымызды тіркейтін боламыз. Сондықтан подтвердить личности дегенді басамыз. Басқаннан кейін бізде дәл осылай шығады. Мына жерде ID карта, паспорт, удостоверение, водительский удостоверение деген сияқты түрлері бар. Енді ID карта деген кәдімгі удостоверение. Паспорт деген ол загран, яғни шетелге шығатын паспорт. Мынау водительский удостоверение деген правая, білесіздер. Сол. Енді бұл жерде біз өзіміздің мысалы көп жағдайда ID картамен тіркелеміз, дұрыс па? ID карта деген ол көк удостоверение. Сол осы и так та өзі таңдалып тұр. Осыны біз ары қарай жалғастырамыз. Подтвердить деп басып. Осы жерде шығады подтвердить дегеннен кейін отправить деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін ары қарай осы жерде галочканы басамыз. Продолжить деген кнопканы басамыз. Одан кейін осы жерге электронды поштаны қой деп жатыр. Осы жерге қойып жібереміз. Так. Осы қандай поштаны қойдыңыздар, сол поштаны қоясыздар. Вставить, продолжить дегенді басасыз. Одан кейін я даю согласие дегенді басасыз. И создать аккаунт дегенді басасыз. Осы жерде бізде поштаға SMS келеді тағы да. Соны біз қоямыз. Вот не келді. Осыны біз алып қоямыз. Вставить дейміз. Болды. Аккаунт создать етілді. Осы жерде удостоверениеміздің бірінші бетін түсіреміз. Түсіріп болғаннан кейін все данные видно дегенді басамыз. Одан кейін екінші бетіне ауыстырамыз. Тағы да түсіреміз. Все данные видно деген тағы да басамыз. Кішкене күтеміз. Енді біздің түрімізді сұрайды, осылай өтіп аламыз. Все, бізде получается аккаунт тіркелді. Енді менікін әрине сразу отказ жасайды, десе де сіздердікін сразу қосып береді. Менікін не үшін отказ жасайды? Өйткені мен басқа аккаунтқа тіркеліп қойғанмын, сондықтан отказ жасайды. Сіздерге осы тіркелдіңіздер деген сөз. Ең бастысы артқа осы жерде стрелкамен шығып көресіздер. Көрген кезде сіздерде уже так, осылай деп шыға салайық, жарайды. Біз сіздерде негізі өз автоматым шығу керек. Осы жерде верификация деп жазылып тұрады. Осы жерде жасыл болып жанып тұру керек негізінде. Немесе үстін басып көресіздер осы жердің. Жанған кезде осылай сіздерде верификация не пройдено деп тұрмау керек, верификация прошло деген сияқты тұру керек. Түсінікті ғой? Дәл осылай тұрса, онда сіздер өттіңіздер деген сөз. Ары қарай уже сіздер ақшаларыңызды салып қолдана беретін боласыздар. Жақсы, сау болыңыздар.